Ассалаумағалейкум, құрметті қадірменді достар, көрермен, өздеріңіз көріп отырғандай бүгінгі біліп жүріңіз айдарының қонағы қаламызға белгілі спортшы, шәкірт тәрбиелеп жүрген Истаев Дархан Боранбайұлы. Олай болса, Дархан, қош келдіңіздер. Рахмет. Енді өзіңіз көріп отырғандай біздің бағдарламамыздың аты біліп жүріңіз болғандықтан, халық өздеріңізді, шәкірттеріңізді біліп жүрсін деген ойменен өзіңізді қонаққа шақыртып отырмыз шәкірттеріңізбен. Халық біліп отырсын. Бірінші сұрағымыз, дәстүрлі сұрағымыз. Қай елдің тумасысыз, өзіңізді бір таныстырып өтсеңіз? Рахмет шақырғандарыңызға. Мен өзім Ақкөл жайылманын, осы Екібастұз ауданы Ақкөл ауылының тумасымын. Сол Ақкөл орта мектебінде оқып, сонан білім алғам. Еліңіз кім, руыңыз? Руым Қанжығалының ішінде Күшпен. Тамаша. Қай жылдары мектеп бітірдіңіз? 2001 жылдың түлегімін. Ақкөл орта мектебінде оқып бітіріп, сосын Павлодар педагогикалық институтына дене шынықтыру және спорт факультетіне оқуға түстім. Соны оқып бітіріп, Ақкөл мектебіне жаңағы жас маман болып келіп, сол мектепте қызмет жасадыңыз. Қызмет жасадым. Содан әскер қатарына шақырылып, әскерге барып, әскерден келгеннен кейін Абай Құнанбайұлы атындағы номері 2-ші мектепте дене шынықтыру мұғалімі болып жұмыс жасаймын бүгінгі күнге дейін. Және Жасыбай спорт мектебінде жаттықтырушы болып қосымша жұмыс жасаймын. Жақсы, тамаша. Енді өзіңізді қысқаша таныстырып жатыр екенсіз. Мен шәкірттеріңізді көріп отырмын, жетістіктеріңізді көріп отырмын. Енді осы гіртасын көтеру ғой, енді өзіңіздің жаңағы маманыңыз қарап отырсам, қанша жетістікке жетіп жатыр екенсіздер, сол туралы айтып өтсеңіз. Мен осы гіртасы деген не туралы бір айтқым келіп отыр. Негізінде гір спорты деген дұрыс болады. Негізі толық атауы гір спорты. Гір спорты. Халық гіртасы, кейбіреулер кір көтеру деп айтып жатады. Негізі дұрыс аталуы гір спорты. Және гір спортында 3 жаттығу бойынша жарыс өткізіледі. Жаңағы жұлқа көтеру, серпе көтеру және ұзын цикл әдісіменен көтеру. Осы түрлеріменен Қазақстан чемпионаттары, әлем чемпионаттары өтеді. Енді бұны өзіңіз қай жылдан бастап айналысып жүрсіз? Өзім 2017 жылы алғаш рет облыстық спартакиадаға қатысам деп дайындалып бастағам. Сол облыстық спартакиадаға бұрынғы ұстазым Қанат Жандарбекұлы мені шақырады спартакиадаға қатысуға. Мен ол кезде штангыменен әуестеніп жүргем. Ол кісі мені инстаграмнан көріп, жаңағы гір көтеруге шақырды. Сосын спартакиадаға барып келгеннен кейін жаңағы жақсылап шұғылдана бастадым. Бұған сізді кім дайындады бұл гіртасын көтеруге? Бұл гіртасын көтеруге мені дайындаған Дауылбай Залзерек ағамыз, осы қаламыздың белгілі спортшысы. Ол кісі мына облыс деңгейінде және мына қаламыздың атынан облыстық спартакиадалардың бірнеше жеңімпазы дүркін. Сол кісі мені шақырып, жаңағы өзінің өнерін көрсетіп, бізге қалай шынығу керек. Сол кезде маған бір ой туды. Осы біздің қаламызда басқа қалалардағыдай неге гір спорты үйірмесі жоқ, жаңағы балаларға, жасөспірімдерге деп. Түсінікті. Жақсы. Енді былай ғой, мына қарап отырсам, қаншама жетістіктеріңіз бар. Осы жетістіктерді сіз қай қалалардан алдыңыз, бір қысқаша айтып өтсеңіз? Негізі менің жетістіктерімнің көбі мына облыстық чемпионаттар, сосын облыстық спартакиадалар, сосын мынау халықаралық не болды, онлайн пандемия кезінде онлайн нелер болды, чемпионаттар ашық. Соларға қатыстым. Содан кейін Ресей Федерациясында
не қазір мен мынаның атын қарайшы, Подольск қаласында онлайн турнир өтті. Онда 10 минутта жаңағы серпе көтеру әдісіменен гиртасын көтеру керек. Соны толық гірді салмағын өлшеп, соның видеосын жаңағы жібересіз. Видео толық және үзілмеген болу керек, өзінің бір ережелері болды. Соныменен жіберіп, сонымен бірінші орын алдым. Сосын Ресейден сол нем келді, сыйлығым. Тамаша. Әрқан енді өзіңіз көріп отырғандай, жанымызда отырған шәкірттеріңіз ау деймін. Міне қаншама жетістіктер, жүлделерін көріп отырмыз. Осы шәкірттеріңізбен таныса отырсақ. Мирас, Алуа, қош келдіңіздер. Қош келдіңіз. Өздеріңіз енді мына халыққа біліп жүрсің, таныстырып өтсеңіздер, қай елдің тумасысыздар, қай мектепте оқисыздар? Мен негізі Баянауыл ауылында туғам. Қарағандыда ата мен әжемнің қолында өскем. Сосын кейін осы қалаға көшіп, осы қаланың тұрғыны болып келем. Нөмір 2-ші жалпы орта білім беретін Абай атындағы мектепте оқимын. 11-ші сынып. Сол. Жақсы. Алуа, енді өзіңді таныстырып ет. Қысылмаңдар, айта беріңіз. Мен Ганудинова Алуамын, мен Екібастұз қаласында туғам, мен 17-ші мектеп жалпы орта білім 8-ші А оқушысымын. Жақсы. Енді естіп жатырмыз, жуырда тамаша бір жүлдемен келген екенсіздер. Сол туралы Дархан, өзің бір айтып өтсең оқушыларың туралы. Қандай бір жүлдеге, қай жаққа барып келдіңіздер? Иә, біз 25-29 сәуір айында Азия чемпионатына барып келдік. Ол бір үлкен чемпионат болды. Және біздің спорт мектебінің жаңағы гир спортында алғашқы рет Азияға қатысуымыз бұл. Тұсаукесерімізде өтті. Біз Қазақстан чемпионатына қатысып жүлделі болып жүрген балалар. Бірақ Азияға мына бірінші рет алғашқы рет шықтық. Қоржынымыз майланды. Гайнудинова Алуа бірінші орын алып чемпион атанды. Тұрсын Мирас күміс жүлдегері. Екеуі де ойдан шығарылықта жақсы нәтиже көрсетті. Жақсы, тамаша, құтты болсын. Дархан, бұл енді сіздің жетістігіңіз ғой. Жаңағы айтып жатады, ұстаздан шәкірт озар деп. Қарап отырсаңыз, жаңа өзіңіздің жетістіктеріңізді айтып жатсыз, бірақ енді басқа елді мекенге шығып, осындай бірінші орын, екінші орын алу, бұл енді өзіңіздің жемісіңіз деп айтуға болады. Қазіргі уақытта қанша шәкірт тәрбиелеп отырсыз? Біздің спорт мектепте 45 оқушы гір спортымен жаттығады. Оның ішінде ересектер тобы бар. Сосын кіші жасөспірімдер тобы бар. Балалардың қызығушылығы гір спортына деген жоғары. Жаттығуымыз жүйелі түрде өткізіп отырамыз. Және де мынау қаламыздың гір спортымен айналысам, шынығам деген балалар болса, біздің есігіміз ашық. Әрқашанда Жасыбай спорт мектебіне кеп жазылуларына болады. Барлық балаларды қуана қарсы аламын. Жақсы, енді шәкірттердің ішінде қанша қыздар бар? Және Алуа енді бірінші орын алып қонып жатырмыз да, өзіңіз айтып өтсеңіз. Шәкірттердің ішінде мына жаттығу бастағалы қыз балалар болды. Соның ішінде қазір 2 қыз бала жаттығады. Біреуі өзімнің қызым, екіншісі Алуа. Жақсы. Өзіңіздің қызыңыз неше оқиды? Менің қызым, қыз балам 3-ші сыныпта оқиды. Жарыстарға әлі қосқан жоқ. Сұрап оққан себебім, мына жаңа өзіңіз айтып оққан гіртасын көтеруге жас ерекшелігі бар ма? Қай жастан бастап қабылдайсыздар? Негізі жас ерекшелігі бар. Гір спортына қабылдау 10-12 жастан және одан жоғары жастармен қабылданады. Негізі 10-12 жастан қабылданады. Ал бірақ бізде не деген топ бар? Спорттық сауықтыру тобы деген. Ол 6 жастан бастап қабылдай беруге болады. Егер де дәрігерлік рұқсат берсе, мамандар қатысуға болады деп. Жеңілдетілген түрде 6 жастан ақырын
балаларды қабылдай береміз. Жақсы, енді жаңа айтып жатсыз ғой, 10 минут деп жатсыз, мына гіртасын көтерудің ережесі деп жатсыз ғой. Соны бір айта өтсеңіз, мына жерде бірден сонда жаңа қатысушылардың барлығы бірден шығады. Сол туралы ұсын уақыт беріле ме сонда? Иә, гір спортының ережесі бойынша әр жаттығудың түрінен жеке жарыс өткізіледі. Жаңа атап өткендей 3 жаттығу, мысалы серпе көтеруден жарыс өткізіліп жатқанда 10 минут уақыт беріледі. 10 минуттың ішінде спортшы жаттығуды орындау керек бірге үлкен чемпионаттарда. Және де егерде 10 минутқа жеткізе алмай спортшылар қойып жатқан жағдай болса, қай жерден тоқтады, сол жерден саны есептелініп жаңағы тоқтатылады. Ең соңына дейін жаңа 10 минут жұмыс жасап, соның ішінде ең көп көтерген спортшы жеңді деп саналады. Және де бізде салмақ дәрежелері бойынша жарысады. Жас ерекшеліктері бойынша, мысалы жасөспірімдер, ересектер, ардагерлер деп топқа бөлінеді. Кіші жасөспірімдер. Содан кейін гірдің салмағыменен жарысады. Мысалы жасөспірім, кіші жасөспірімдер, қыз балалар 12 килограмм гир көтереді. Жасөспірімдер 16, ересектер жаңағы 24-32 килограмм, ардагерлер 24-16 килограмм деп өзінің ережелер бойынша бөлінген. Жақсы. Енді Мирас, алуа, Дархан ұстаздарыңа қай жылдан бастап өздерің сабақ алып жатсыңдар? Негізі ашылғалы бері 2019 жылдан бастап айналысып келе жатырмыз. Жақсы. Енді 2019-дан бастап, міне қазір 2022 ғой. Сол уақытқа дейін өздеріңіздің бір жетістіктеріңіз айтып өтсеңіздер, қандай облыстарға, қандай қалаларға шықтыңыздар, орындар, қандай бір қызығыш сәттер болды ма? Негізі біз облыстан өзім абсолютті чемпион болып келем. Ал республика бойынша қазіргі күміс жүлдегер болып жүрмін Ақтөбе қаласында. Ақтөбе қаласына негізі мен 3 рет барғам, ең бірінші рет. Ол ең бірінші менің республикалық жарысым болған. Ол жерде өкінішке орай орын алмадым, бірақ та келесі жолы екінші орынмен қайттым. Сосын үшінші жолы осы жылда үшінші орын алдым. Кейін сосын 10 ауылында Петропавловск қалаларында, сосын Ақсу, сосын және де Шардарада, Шымкент жақта болдым. Енді осы ең ақырғы сол Щучинск қаласында Бурабайда болып келдім. Және де сол Бурабайдан негізі мен любительдер арасында 3-ші орын алдым. Және осы тағы күміс Азия чемпионатын алдым. Енді Азия чемпионатына барған кезде өздеріңіз жолды көтеру керек, сонда сіздерге демеушілеріңіз бар ма? Әлде өздеріңіздің халықтарыңыз өздеріңіз көтердіңіздер ме? Бізде демеушілер жоқ. Біздің спортшылар Павлодар облысына жаңағы құрамасына кірген ғой. Сол құрамаға кірген спортшыларды федерация және Павлодар облысы спорт басқармасы есебінен барды. Жаттықтырушы жаңағы Жасыбай спорт мектебінің есебінен барды жарысқа. Бізде енді демеушілік жағынан кішкене қиындау болып тұр енді. Егер демеуші, жақсы бір демеушілер болса. Жақсы, мен өзім қарап отырсам, мұндай жетістіктеріңізді көріп, негізі демеушілер сіздер әрқашан қолдауға дайын болу керек секілді. Неге десеңіз, қандай шәкірттеріңіз Азия чемпионы болып жатыр. Енді Алуа, өзіңе тоқталайық. Енді өзің қай жылдан бастап Дархан ұстазыңыздан сабақ алып жүрсіз? 2019 жылдан. 2019 бастап. Мен айтып, ағырай, қандай сол 2019-дан бастап, сосын қай жылдан бастап қатыса бастадың осындай бір сайыстарға, жарыстарға? Мысалы 2019-да келдің ғой жарысқа, кімге сабақ алып, сен 2020 жылдан барып қатысып кеттің де бірден жаңағы жарыстарға әлде? Біріншіден үйрендім қалай көтеруге, потом соревнованиялар болды, солай менде үйреніп,
бірінші орын алып жүрмін. Жақсы, тамаша. Жетістіктеріңіз енді көбейе берсін, Дархан. Енді әрине бұл спорттың қазірдің баса енді танып жатқан бір түрі ғой. Қаламыздан көріп, кейде желіден көріп жатамыз, қуанып жатамыз да, осындай бауырларымызды, қарындастарымызды көріп, қандай жетістікке жетіп алдында өздеріңіз осы Азия чемпионы жеңіп келген кезде, жаңағында ата-бабадан күтіп жатыр екен, күтіп алып алдарыңыздан. Бір жағынан біз қуандық, бір жағынан біз естімедік сіздер келе жатқандардан. Әйтпесе біз де барып күтіп алар едік сіздер алдарыңыздан. Тек жетістік күндеріңіз көп болсын. Енді жаңа айтып жатсам, мынау сіздікі ғана. Мен енді балаларыңыздан сұрап алсам, балалар сіздер өздеріңізде қанша мұндай жүлделеріңіз бар үйде? Негізі Қола дейік, алтын дейік, жаңағы күміс жүлде. Алтын негізі 20 шақты солай. Санайсыздар ма үйде? Арасында болады. Жаңа медаль келген кезде санап қалам арасында. Алтын менде облыстық 20 шақты болады. Күміс менде 5-еу, ал қола 3-еу болып тұр. Ал республикалық нелерді алсақ, республикалықтарды мектепшілік спартакиадаларды санаған кезде менде 3 қола, және де 2 күміс болып келеді. Оның біреуі Қазақстан республикалық, біреуі Азиянікі. Енді қарап olsam сізде 2-ші орын, 3-ші орыннан қарағанда жаңағы бірінші орындарыңыз көп екен, е? Тамаша, енді тек соның қақыларын көбейте беріңіз. Алла, өзіңде қанша айтып отыр? Қазір. Неше бірінші орын алған күмістерің бар, алтындарың бар, қолаларың бар үйде? Сен санайсың ба? Иә, санаймын. Менде бір көп, 3-тер там аз. 2 бар ма? Бар. Бар, е? Тамаша. Енді болашақта, Дархан, қандай жоспарларың бар? Енді біздікі жоспарлау, енді қалған бәрі Алладан ғой. Мен негізі былай неге нетпеймін, қатты алға нетпеймін, жай жоспарларымды айтсам, сол енді арманым әлем чемпионын дайындау. Әлем чемпионы шығылғысы ғой. Арманым әлем чемпионын дайындап, жаңағы әлем рекордын орнататын бір мықты спортшы дайындап шығару арманым. Біреу немесе бірнеше болсын. Сол енді жаттықтырушының арманы одан артық. Мирастан кейінгі шығып жатқан тағы орындар бар ма? Бар. Мирастың орнын басам деп жүрген? Бар ма? Бар, ондай балалар бар. Енді облыс чемпионатында қазір жақсы нәтиже көрсетіп жүрген балаларым бар. Атап айтқанда Құдайберген Бауыржан, Жақсылық Батырхан, содан кейін Қабдолла Ералы, сосын Алинур Аксариев, тамаша. Садық Мақсат, Қалтаев Данияр, мықты спортшылар өсіп келе жатыр. Енді облыс деңгейінде өткенде бір рет оларды республикаға мираспен бірге ертіп апардым. Олар жаңағы 5 пен 8-дің ортасында нәтиже көрсетті, бірақ олардың алғашқы жарыстар болғаннан кейін кішкене балаларда қобалжу болды. Кейбіреу жаңағы көңілі түсіп, жаңағы кеп өзін бір алам деген енді мен айтам, бірінші рет келіп бір алу деген ол енді әркімнің қолынан келе бермейді, бірақ жарыстың айтады ғой орысша соревновательный опыт деп, жарыстың несін алдыңыздар өздеріңізге, тәжірибесін. Сол енді осылай ақын балалар дайындап жатқан неміз бар. Жақсы. Ал Мирас, өзіңде қандай жоспар бар? Енді 11 бітіресің, 11 бітіргеннен кейін бұл дасын көтеруді қоясың ба, әрі жалғастырасың ба? Негізі жалғастыру керек енді. Мынандай не болғаннан былай оқуға түскен кезде Павлодар қаласында сол педагогикалық мектепке түсем. Жоспар сондай оқуға білінсем. Сол ақындап сол ұбт-ға дайындық жүр. Және де 11-ші сынып бітіріп жатқаннан выпускнойға сондай нелерге мероприятияларға дайындықта болып жүр. Негізі былай қарасаң, аяқ жағын көп не жұмыс, анда оқу керек, мұнда дайындалып негізі. Оған қарамастан, бірақ біраз үлгеріп ба? Жақсы, енді
шама келгенше әлемге танылу дейсіз ғой, жоспар. Дұрыс, енді және өздеріңіздің қарап отырсам, Азия чемпионы атанып отырсыздар. Енді Қазақстанды, облысты әлемге танытатын көп болсын күндеріңіз. Алуа, сен де қарап отырмын, біріншіден Азия чемпионын бірінші орын жеңіп келу деген ол қыз баланың қолынан, ол әркімнің қолынан келе бермейді. Сондықтан тек жақсы күндерің көп болсын. Өздеріңіз мына ұстаздарыңа деген алғыстарың болса айтып өтіріңдер. Ұстаздарыңыз енді 4 жыл болды ма, неше жыл дайындап отырсыз? 3 жыл. 3 жылдан аса, 3,5 жыл. Иә, 3,5 жылда бұндай жетістікке жету деген ол әркімнің қолынан келмейді. Сондықтан да осы сәтті пайдаланып, ұстаздарға да, ұстазыңызға, шәкірттеріңіз ретінде алғыс айтуға да болады. Иә, осы сәтті пайдаланып айтып алыңыздар. Дархан ағай, сізге пайдаланып, бұл жерде қысылмаңыздар. Иә, мен негізі үлкен алғыс білдіремін сізге. Осы 3 жылда маған бапкер болып, осындай үлкен жетістіктерге жеткізіп, мені қадағалап, әр немін сәтін, әр жаттығуымда көп нәрсе тәжірибе ретінде үйретіп, мені бүкіл жерге апарып, атымды алға шығарып. Иә, дұрыс. Сол мені қолдап әрқашан жүргеніңізге үлкен алғысын білдіремін сізге. Рахмет, тамаша. Алуа, өзің не айтасың? Дархан ағай, рахмет сізге, что мені чемпион Қазақстанға апардыңыз. Үлкен рахмет. Әрине, бұл жерде қарап olsam негізі. Тағы бір не айтып өтейін. Маған ең үлкен не жаңағы балаларының жеңістері ғой. Ең үлкен сыйлық дейді ғой, балалардың жеңісі. Дархан, енді мына жерде жаңа көріп жатырмыз ғой, Азия чемпионы болып жатыр. Соны қалай жеттіңіздер? Соны бір қалай жеңіп алдыңыздар? Соны айтып өтсеңіз, қандай жеңіспен жеттіңіздер? Қанша көтеріп гіртасын? Сол Азия чемпионатында, мысалы, Алуа гир көтерердің алдында біз өткен Қазақстан чемпионатының жаңағы протоколдарын көтеріп, қай спортшы қанша рет жасады, жаңағы қандай нәтижелер болды, соның бәрін ескеріп, жақсылап дайындықпен бардық. Алуаның жаңағы 10 минуттың ішінде жұлқа көтеруден 12 килограмм гирді 190 рет көтерді. 190 рет? 190 рет көтерді да, жақсы нәтиже бірінші орынға ие болды. Бірінші орынға ие. Ал Мирастікіне келсек, Мирас 2-24 келілік гирді 10 минутта ұзын цикл әдісі бойынша 72 рет көтерді. 72 рет көтерді. Енді бірінші орынға шамалы ғана жетпей қалды, 8 ұпай. Ол кісі сонда көтергені, бірінші орын алған кісі 80 көтеріп тұрғысында, е? 80 көтерді. Түсінікті. Бұл кісі 72 көтеріп, екінші орынға ие болды сол, е? Екінші орынға 2-24 килограмм, жалпы алғанда 48 килограмм ғой. Сонда екі ортасын бірден көтеру керек қой, да? Иә, бірден толық жаңағы жоғары көтеріп, жерге қоймай түсіріп, қайтадан жоғары көтеру керек, ұзын цикл әдісі. Алуада ортасы біреу болды, е? Иә, алуада 12 килограмм біреу болды. О кісілерге де 10 минут беріледі? О кісіге де жалпы гір спортында әр жаттығуға 10 минуттан уақыт беріледі. Сол 10 минутта көтеру керек. Жақсы, енді 72-24 килограммды көтеріп, 72 көтеру деген әркімнің қолынан келе бермейді. Мен кейде өзі гіртасын көтеруден, жай көтеріп жатқанның өзінде бір 70-60 көтеріп өтеді. Сіздердікін қарап отырсам, екі гіртасын бірден алып шығып, 72 көтеріп, екінші орынға ие болу деген ол оңай емес. Сондықтан да Мирас құтты болсын. Тек жеңісті күндерің көп болсын. Осындай ұстаздарыңмен Алуа әрқашан мақтаныңдар. Бұл кісі енді міне қаншама жетістікті жасап көрсетіп отыр халыққа. Бірақ сіздерді енді әлем танытатындай күнге жетіңдер. Рахмет, сіздерге де рахмет. Тек жеңісті күндерге келсек. Мен айтқан сіздерге де мен бір тілек айтып өтейін. Осы бағдарламаңызға шақырып, жаңағы спортшыларды ескеріп жатқаныңызға үлкен рахмет. Енді осындай сіздер де негізі елге үлкен жұмыс жасап отырсыздар.
спорт саласы болсын, мәдениет саласы болсын, елге танытып, көрсетіп, сізге де жұмысыңызға табыс тілейміз. Шақырғаныңызға үлкен рахмет. Рахмет. Ал, құрметті достар, келесі жақсы күндерде кездескенше сау болыңыздар.